Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Мен есімім Нұрхан, химия пәні мұғалімі. Бүгінгі сабақта біз массовая доля дейтін тақырыпты өтетін боламыз. Ақырындап бастай берейік. Жалпы массовая доля дегеніміз не? Массовая доля дегеніміз массалық үлес, ол бізде процентаж. Яғни айтайық, мысалы, бір мысал келтірейік. Мысалы, сізде бір 5 қызыл карандаш бар, және де 5 сары карандаш бар. Қызыл карандаштардың үлесі қанша? 50%. И сарыныкі де 50%. Немесе айтайық, сізде 7 қызыл және 3 сары. Сізде қызыл карандаштардың үлесі қанша? 70%. Ал сары карандаштардың үлесі 30%. И химияға бір аналогия келтіретін болсақ, химияда да осы үлес қолданылады. Мысалы айтайық, сізде бір ерітінді бар. И сол ерітінде айтады 25% айтайды, бір не бар дейді, мысалы тұз бар дейді. Ал қалған 75%, яғни ол бізде су болады. Енді формуласын жазатын болсақ, бізде формуласы омега деп беріледі. Бізде формуласы негізі омега деп беріледі. Бүйтіп мынау белгілену әрпі дейін бе, не дейді бұны? Масса какого-то вещества, яғни бір белгілі бір заттың массасы. Мысалы айтайық, сізде бір қоспа бар, натрий мен магнийдің қоспасы. И сіз массасы, мына жерге массаға тек қана сол бір затты аласыз. Мысалы, сіз қай заттың массалық үлесін тапқыңыз келеді, сол заттың массасын аласыз. Мысалы, сізге айтады, натрийдің массалық үлесін тап десе, сіз яғни тек қана натрийдің массасын аласыз. Ал мына жерге масса общая. Яғни бұл жерде жалпы масса. Мына жерде жалпы деп қойын. Мына жерде масса вещества тек қана бір X заттың массасын ғана аласыздар. И бұны аламыз да 100-ге көбейтеміз. Формуласы осы. Массалық үлес. Мысалы, тағы да бір мысал келтіріп айтайын. Мысалы, сізде айтады, масса бір тұз айтайық. Мысалы, алюминий хлордың массасы бізде 50 грамм. Ал ерітіндінің массасы бізде 200 грамм дейді. Сіз не істейсіз? Массалық үлесін табу үшін 50-ді, яғни 50 бізде тұздың массасы, бөлесіз 200-ге. Сонда бізде тең болады. Мына екеуі қысқарып кетеді. Сонда бізде 40% болады. Жоқ, бізде мына жерде 0,4 шығады. Сіз аласыз да оны 100-ге көбейтесіз. Бізде 40% шығады. Тағы да мысал келтіретін болсақ, айтайық, бізде масса бар, айтады, массаның ерітіндінің массасы бізде 300 грамм. Ал бізде бір белгілі бір заттың, мысалы белгілі бір тұздың, сол ерітіндегі тұздың массалық үлесі, айтайық, 20%. Біз не істейміз? Жаңағы формуланы аламыз. Масса вещества, масса В деп қойын. И масса общая, жалпы масса. Көбейту 100. Енді қараңыздар, бізге не сұрап тұр? Бізде ерітіндінің массасы, яғни масса общая бар, бізде бұл бар. Процентаж бар, яғни массалық үлес бар. Бізде белгілі уже беріліп тұр бұл. Бізде 20% деп тұр, значит бар. Бізге не табу керек? Бізге масса вещества табу керек. Яғни айтады, бір белгілі бір ерітінді, соның ішінде 20% тұз, а ерітіндінің жалпы массасы 300 грамм. Енді бізге тек қана тұздың массасын табу керек, тек қана тұздың, белгілі заттың массасын табу керек. Осы ерітінің ішіндегі тұздың массасын табу керек. Сіздер не істейсіздер? Арифметикалық жолмен мына формуланы басқаша жаза аласыз. Қалай жазылады? Масса вещества равно омега бөлінген 100 көбейтілген масса общая. Так, енді шығарып көрейік. Осы формулаға сандарды қойып шығайық. Яғни масса вещества тең болады 20 бөлінген 100 көбейтілген 300.
Сонда бізде 60 грамм шығады. Жауабы 60. Так, мына жерден тағы мысалдар шығарып көрейік. Мысалы, осы мысалдарды шығарайық. Так, енді осы мысалдарды шығарып көрейік. Аны шығарайық. Дейді бізде, бұл жерде бізге мына жоқ, бізге бұл жерде кислородтың массалық үлесін табу керек. Бізге кислород, яғни оттегінің массалық үлесін табу керек. Не істейміз? Жаңағы формулаға қоямыз. Енді бұл жерде біз тек қана молекулярлық массаларды қолданып, және атомдық массаны қолданамыз. Молекулярный масса, атомдық масса дегеніміз ол бізде таблицада беріледі. Алайық, так. Аны шығарайық. Барий дигидрофосфаты. Енді біріншіден біз молекулярный массасын табайық. Жалпы молекулярный массасы, мысалы 137 қосылған 2 көбейтілген 2, бұл бізде сутек. Қосылған 31 көбейтілген 2, бұл бізде фосфор. Қосылған 16 көбейтілген 8, бұл бізде оттегі. Енді осыны шығаратын болсақ, бізде неше шығады екен? 137 қосу 4, қосу 62, қосу 16 көбейтілген 8. 331 шықты. 331 грамм на моль. Бұл бізде мынау жалпы тұздың молекулярлық массасы. Енді бізге не табу керек? Кислород. Кислородты табу үшін бізге тек қана кислородтың несін табу керек? Атомдық массасын табу керек, молекулярлық массасын табу керек. Бізде 16 көбейтілген 4 көбейтілген 2. 16 дегеніміз ол бізде оттегінің атомдық массасы 4, мына жерде 4-еу. 2 дегеніміз жақшаның сыртындағы 2. Сонда бізде неше шығады? 16 көбейтілген 8, 128 шығады. 128. Массалық үлес оттегі тең болады 128 оттегінің молекулярлық массасы бөлінген жалпы молекулярлық массаға 331 бөлеміз 331-ге. Сонда бізде не шығады? Бізде 0.38-де 67 шықты. И бұны аламызды 100-ге көбейтеміз. Сонда бізде 38-де 67% шықты. Яғни осы тұздың ішінде бізде кислородтың, яғни оттектің массалық үлесі 38-де 67 болады екен. Мына қалғандарын өзіңіз шығарсаңыздар болады. Мен шығарсам уақыт көп кететін сияқты. Енді келесі мысалдар шығарайық. Келесі бізде кристалл гидраттағы судың несін табу керек? Массалық үлесін табу керек. Мен бұны шығарайын, қалғандарын өздерін шығарасыздар. Алюминийдің NH4 SO4 2 көбейтілген 12 су. Не істейміз? Бірінші МР табамыз, молекулярлық массасы табамыз. Жалпы бүкіл кристалл гидраттың жалпылама молекулярлық массасын табамыз. Қалай болады? 27 деген алюминий, қосамыз 14, бұл азот, қосамыз 1 көбейтілген 4, бұл бізде сутек 4-еу, қосамыз 96 көбейтілген 2, 96 дегеніміз бізде SO4, және қосамыз 12 көбейтілген 18. 18 дегеніміз су, 12 дегеніміз судың саны, алдындағы коэффициенті. Сонда бізде МР, қазір шығарайын, 27, қосу 14, қосу 4, қосу 96, қосу 96 көбейтілген 2, қосу 12 көбейтілген 18. 453 шықты.
453 грамм на моль. Енді бізге суды табу керек. Бізге айтады су, яғни жаңағы формуланы қайтып жазайын. Омега, яғни масса доля, тең болады масса вещества, какого-то вещества, икса деп алайық немесе, бөлінген масса общая. Масса вещества бізде не сұрап тұр? Бізде жалпы не сұрап тұр? Бізде судың процентажын сұрап тұрса, яғни мына масса вещества судікі болады. Сонда судың массасын табамыз, яғни mr тең 18 көбейтілген 12. Бізде неше шығады? 18 көбейтілген 12, 216 шығады екен. 216 грамм на моль. Енді мына формулаға қоямыз. Омега тең 453 бөлінген, кешіріңіздер, қателеспін, керісінше болады. 216, яғни заттың массасы үстіге кетеді. 453 ол бізде жалпы масса. Енді осыны тауып көрейік. 453. Сонда бізде 47-де 68 шықты. Енді келесі мысал шығарайық. Бұл өте сәл күрделілеу. Железо внесите. Қараңыздар, аны шығарайық. Бізде не деп тұр? Айтады, магнетит бар дейді. Ф3, О4. Бұл бізде магнетиттің минерал. Осының массасы, жалпы массасы. Масса общая деймін. Бізде 330 грамм. Не істеу керек? Бізге мынаның масса, масса X табу керек. Яғни мынау Ф3, яғни железаның, тек қана железаның, феррумның несін табу керек? Массалық үлесін. Не істейміз? Біріншіден молекулярдың массасын қолданамыз. Молекулярдың массасын бірінші табу керек, яғни 56 көбейтеміз 3-ке, қосамыз 4 көбейту 16. 56 көбейту 3, қосу 4 көбейту 16. 232 грамм на моль. Енді массалық үлесін табамыз, яғни 56 көбейтілген 3, бұл бізде феррум массасы бөлген 232 көбейтілген 100. Сонда 56 көбейтілген 3 бөлген 232 бізде 72-де 41 шығады. Енді қараңыздар, бұның екі жолы бар шешудің, яғни пропорциямен шығарсаңыздар болады. Яғни пропорция қалай? Яғни айтамыз x бізде 330 грамм, мына жерде 330 грамм, и мына жерде 168 232 грамм. Яғни пропорциямен шығарсаңыздар болады. Яғни 232 бізде жаңа молекулярный массасы, ал 168 тек қана феррумның массасы. И мына жерде де сондай болады. 330 жалпы ненің массасы, мынау бізде феррумның массасы. Не істейміз? Жаңағы енді біз бірақ бұл жолмен шығармаймыз. Біз не істейміз? Процентпен шығарамыз. Жаңағы формулаға қоямыз. Яғни масса X равно масса общая умноженное на омега поделить на 100. Масса X тең болады. Бізде общая масса 330, процентін таптық жаңағы. 72-де 4. Көбейтілген 72-де 4. Бөлінген 100. Сонда бізде көбейтеміз 300-ге. Масса X, яғни феррумның массасы бізде X дегеніміз сол феррум тең болады 217-де 24 грамм. Жалпы осы, егер де бір жерде түсініксіз дұрыстап түсіндірмесем кешірім сұраймын. Сабақ до конца тыңдағаныңыздар үшін рахмет.